ойна. Ой, қонақтар келді, мен барып ашып келейін, жарай ма? Сен осында отыра тұр. Ой, келіндер, қош келіндер. Ой, жақсы, өздерің қалайсыңдар? Бізде сол жақсы. Мен сол жаңа жұмыстан кетіп бара жатып, сендердің үйлеріңді көріп қалдым. Соны мен сендердің үйлеріңе қонаққа келіп қайтайын дегенім ғой. Ой, жақсы болды ғой, келгендерің жүріңдер. Иә, сол жаңалық бізде жоқ. Сендердің не жаңалық деген сияқты ғой, иә. Мынау саған. Рахмет. Ой, әлі кішкентай бала ғой, иә. Иә, әлі бала ғой. Осы сенің қызыңды менің балам жақсы көретін сияқты. Дарина, сен өскен кезде келін қыл балам, жарай ма? Ой, қош. Иә, ал сені балам, сені мен өзіме күйеу жігіт қылып балам, жарай ма? Иә, мұның алдағы уақытта не болатын өскенде көрерміз. Диас, қалайсың? Жақсы. Қарашы маған. Қарашы, әдемі киініп алған ба? Түф, не киіп алғансың басыңа? Үстіңде киіміңде тым қысқа ғой. Бірақ маған жарасады ғой, шынымды айтсай. Миымда қатырмашы, баршы неға. Неге? Бар деймін, мен жын кетірме. Жақсы. Қуады ғой деймін нағыз. Балам, сен мұнда екенсің ғой. Дарина екеуінің тойларында қай күнге жоспарлайын? Мама, қайдағы той? Мен жөнді таныста емеспін ғой. Қалайша, сен кішкентай кезінен бері таныссыңдар. Маған ол қыз ұнамайды. Неге ұнамайды? Жап-жақсы қыз, маған келін болатын қыз. Ой, жаңаға киімін айтсаңызшы, тым қысқа киіп алған, басына бір корона тағып алыпты. Мейлі. Енді жас болғаннан кейін сөйтеді, мода шығар. Ой, мама, мен кеттім, барып, шаршап кеттім, мен барып, кафеге ме барып отырып келейін. Жақсы балам, бара ғой. Ана жер тыныш жер сияқты, адамдар аз екен. Осы жерге барайын. Сәлеметсіз бе, не нәрсеге заказ бересіз? Мырза? Ой, кешіріңіз. Мен пирогпен чайға заказ беремін. Жақсы, қазір. Өте әдемі қыз сияқты екен. Неге заказыңыз? Мені алып кетейін, не? Кешірім сұраймын. Қандасымда бокалда қалып кетіпті. Ой, кешірім сұраймын. Сізбен танысса бола ма? Жоқ, мен таныспаймын. Неге? Танысайықшы, өтінемін, номеріңізді беріңіз. Жоқ, өтінемін, таныспаймын. Не үшін, не себептен таныспайсыз? Ол өте ұзақ оқиға. Бұрында басқа адаммен танысам деп, оңбай ұрынып қалғаным бар. Өтінемін, сіздің заказыңыз ана жерде қалып қалды. Барып жеп қойыңыз, біреу жеп қоймай тұрғанда. Жарайды. Бір түрлі жігіт екен. Бұл әдемі қыздан мүлдем айырылып қалмауым керек. Ой, балам, келдің ба? Жоқ, әлі келмедім. Ой, балам, әзілдесетін адам тауыпсың. Неге көңіл күйің көтеріліп тұр ғой, шөті бүгін? Бағана көңіл күйің жоқ еді. Жай кафеде күшті болды. Не болды? Ештеңе болмады. Балам, не болып қалған? Ғашық болып қалғансың маған. Енді қызарып кеттің ғой. Балам, сен ғашық болма, сенің қызың бар ғой, атастырып қойған. Сол қызбен үйленесің, Құдай қаласа. Жап-жақсы қыз, сол қызға үйленші сен. Зато құдағиым бай болады. Неге? Міндетті түрде бай болу керек па құдағиыңыз? Енді кедей болса мазақтайды ғой елдің бәрі. Сол үшін балам, осы қызды жіберіп алма, жап-жақсы қыз. Неге тек қана елдерді ғана ойлайсыз? Мен кеттім. Балам, ашуланбашы.
Мынау тіпті қарамады ғой. Мейлі. Ой, келіпсіздер ғой. Балам кішкене ашуланып тұр еді, сол үшін ренжімеңіздер, иә. Жүріңіздер, шай ішейік. Адамдар келмей жатыр ғой, что-то. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба, сіз тағы келдіңіз ба? Иә, енді екінші рет келуге болмайды деген заң жоқ қой. Иә, не аласыз? Маған печенье бересіз бе? Шаймен. Аха, жарайды. Айтпақшы, сіздің есіміңіз кім? Менің есімім Айсұлу. Шынымен де сұлу екенсіз. Не? Шеңке. Сіз неге барып күте тұрыңыз, қазір әкеп беремін. Аха. Мінекей. Рахмет үлкен. Аспасын. Айсұлу. Рахмет, өте дәмді екен. Аха. Сізден өтінемін. Кешке бір кафе бар осы жердің жанындағы, сол кафеге келе аласыз ба? Не үшін? Өтінемін, келіңізші, өтінемін. Жақсы, ойланып көремін. Жақсы, өтінемін, келіңіз, жарай ма? Күтемін. Бармай қалсам ұят болатын сияқты, одан да барайын. Бағана сенің балаң маған тіпті сәлемдеспек түгілі бетіме де қарамай өтіп кеткені қалай кетті? Енді кішкене ашулы болып тұр еді, кішкене түсінесіздер деген ойдамын, иә? Жақсы енді. Бүгін енді кішкене настроениесі болмай жүреді. Енді кешірім сұрайтын шығар, келгенде қазір келіп қалар ол да. Міне мен балам да келді, келіп отыр, шайын іш. Балам, кешірім сұра ғой. Кешірім сұрайды? Кешірім сұраймын, иә. Жаңа кішкене ашуланып кетіп едім. Сіздерді тіпті байқамай қалдым мен. Жақсы. Менің қызымды ренжітіп жүрген жоқсың ба? Қызым, бәрі нормально ма? Иә, нормально. Қызым, настроениең жоқ қой, не болды? Бағана кішкене ғана ренжітіп қойып еді. Не деп ренжітті? Ұмытып қалдым, не деп ренжіткен? Ренжіткен жоқпын, значит. Сен жалғаспа қазір. Қызым, ешкім ренжітпеді ма? Иә, ренжіткен жоқ. Жақсы, тамақтарың дәмді болыпты, біз кеттік. Жаңа негізі тойып келіп едік, сол үшін онша көп ештеңе жемедік. Иә, қызым, кеттік. Сау болыңыздар. Не деп ренжіткенсің ана қызды? Мен барып шығарып салып келейін. Ана қыз кәдімгі ренжіп қапты, не деп ренжіттің? Ой, бағана кішкене ашуланып әдемі болып тұрмын ба деп басына корона тағып, не киіп алған дейін. Енді өзі біледі ғой. Ренжітіп қойыпсың ғой ол қызды. Көңіліне қарап сөйлесейін? Жарайды. Айтпақшы, мен кетуім керек. Қайда балам? Кафеге. Мына бала кафеден шықпайтын болыпты ғой. Айсұлу қашан келеді екен? Мен келдім. Келдім, міне гүл саған. Рахмет. Қандай әдемі гүлдер? Иә. Қазір заказ берейін. Не аласың? Мен білмеймін, чай ішем. Жақсы, жегінге. Қазір официант. Не oldu мырза? Так, чай, ана қызға чай, маған кофе, одан кейін бір торт алып кел. Жарайды. Әдемісің, әне гүлдің. Келші осы кафеге, күшті кафе осы бар ғой. Жарайды, Тоқта. Мен жүктім ғой? Не? Бұнда не ағып отыр ғой? Басқа қызбен тем более. Білмеймін. Қазір мен бұны тексеріп көрейін. Маған звондап жатыр. Жақсы, сөйлесейік. Алло, Жан, қайдасың? Мен кафеде отырмын. Кіммен отырсың? Қызғанғанды қойшы. Ол досымен отырмын да, конечно. Ол досыңмен отырсың ба?
түсінікті. Жақсы, кейін хабарласамын. Ой, досым ғой. Дос екен ғой. Мен мына жігіт үшін қаншама әдемі киімдер сатып алып, әдемі боянып жүрсем де, бұл басқа қыздарға қарап жүре ма? Не анау жанындағы қыз? Уродка. Не ана көйлегі? Старомодная. Мен қазір ана қыздың шашын жұламын. Ей, тоқта! Бармасай? Сен неге жаңа досың алдадың? Ол досыңмен отырмын деп? Жай, просто. Қызғаншақ өзі сондай. Досың қызғана ма? Иә енді. Жібер мені. Қыз, берге. Мынау кім? Ей, сен неге оған жабысып жатсың? Сен басқа қызың бар ма? Менің көзімше басқа қызбен сөйлесіп отқаның қалай кетті? Неге? Бұл мен досым? Сен жаңа ғана ол досым деді, сен маған өтірік алдадың. Оңбаған екенсің, бетіңе айтамын, кеттім мен. Мына қыз кім? Бұл жаңа ол досың еді ғой, сен жаңа айтқан. Бұл менің досым ғой, өзі қызғаншақ, жаңа айтқан. Маған неғып жабысты? Мен не істедім? Мән бермей, кеттік, басқа мейрамханаға барайықшы. Жарайды. Представляешь, мен ол жігіттен онда вообще күтпедім. Мен ол үшін қаншама әдемі киімдер сатып алдым. Әдемі боянуға тырыстым. Маған тіпті әдемісің деп те айтпады ғой сол үшін. Ал какой-то бір кедей қызға гүл сыйлап, мейрамханаға шақырып. Не деген әділетсіздік бұл? Мен одан ондай күтпедім. Хорошо, что мен әлі үйленбедім. Жыламашы жаным. Ничего, тағы да басқа жігіт тауып аласың ғой. Қаншама әдемі бай жігіттерден бас тарттым ғой сол үшін.